Қайырлы күн. Амансыздар ма, құрметті оқырмандар? Денсаулықтарыңыз қалай? Жолдауларды оқып үлгеріп жатсыздар ма? Біз жазып үлгере алмай жатырмыз. Қыздар жан-жақтан жұмыс жасап жатыр. Салтанат, қалыңыз қалай? Қағаз қалам дайындап отырмын дейді. Салтанат, сіз өттіңіз негізі өткенде энергочисткадан. Сол энергочистка туралы кеңінен айт деп жатыр маған. Кім өтті соңғы чисткадан? Соларға қайтадан өтудің қажеті жоқ. Кеңінен қандай жұмыс жүргенін түсінеді дейді. Жұмагүл ханым, сіз өттіңіз. Салтанат, сіз өттіңіз. Мен сізден үйіме енді келіп отырмын дейді. Ботагүл ханым, Ботагүлдің күшті трансформациялық өзінің авторлық ойыны бар екен. Лила сияқты қазақша шыққан, ол туралы алда жазам бірінші. Өзім танысып алайын. Үміт, қалайсыз? Балаңыз қалай, амансыз ба? 11-де басталды. Бұл эфирде 360 өлшем толық ашық деп тұр. Адамдардың тәнімен, жүрекпен жұмыс жүреді дейді. Адамдардың бойларында қорқыныш өте көп дейді. Сол қорқыныштарды шығарамыз дейді. Кішкене тізеден ұстау, белден ұстау, сондай болуы мүмкін. Махаббат ханымның эфирі болмай ма дейді. Махаббат ханымның эфирі бізге енді алдын ала айтып тұрады. Көріп жатсыздар ғой, уже қазір кеңістік жұмыс жасап жатыр. Адамдарды бір-бірден қабылдауға, адамдармен жеке жұмыс жасауға уақыт жоқ дейді. Ғалам өте қатты мынандай потокпен жұмыс жасап жатыр. Жаңа дәуірдің жоғарғы өлшемде уже кодексі, заңы жазылып қойды. Жерде бұл қайталанып жатыр. Өте мықты жұмыстар жүріп жатыр. Жеке-жеке қабылдап, жеке-жеке жұмыс жасауға уақыт жоқ дейді. Енді тек кеңістіктер жұмыс жасайды. Осылай топпен жұмыс жүреді деп тұр. Алда өте көп жобалар шығатын, ол тапсырмалар әркімге беріледі. Мысалы, өткенде 3 күн қатарынан Махаббат ханымның полиясында жұмыс жүрді, білесіздер. 11 минуттан, 14 минуттан Жибриил, Михаил жұмыс жасады. Архангелдар 2 күн, кешегі күні абсолюттың, яғни жаратушының полиясына өттіңіздер. Оның алдында Айнұр арқылы архангелдар 15 минуттан жұмыс жасады. Сол сияқты енді топпен жұмыс жүреді дейді. Жоғарғы әлемде өте көп кітаптар беріліп жатқан, кезекпен түседі дейді. Ендігі біз тазартып келе жатырмыз, достар. Тазартып келе жатырмыз. Алдағы уақытта Пәйттінің 5-ші өлшемнің жаңа жобалары, жаңа проектілері жарыққа шығады. Солардан өтесіздер. Бүгін неше минут болады дейді. Маған уақыт шектеген жоқ. Себебі бұл жерде алдағы болатын процесті түсіндір дейді. Және қазір бізге келіп жатыр ғой адамдар. Чисткадан өтіп жатыр жаңағы Салтанат сияқты, Жұмагүл ханым сияқты. Солар мәнін түсінсін деп тұр. Так. Бастаймыз ба сонымен? Бастайық, Кешке дейін қараймын, түсініп жатпасам да қарап отырамын, өзгеріс сезбедім дейді. Сіздер ғажайыпты сырттан күтпеңіздер, ғажайып іштен болатын нәрсе, ол іштен туатын нәрсе. Әр жазылған, беріліп жатқан ақпараттың үлкен вибрациясы бар. Соны жүрек көзімен оққан кезде адамда үлкен өзгеріс болады. Сосын бүгінгі посланияны оқыдыңыздар ғой. Ақылды арттыратын білім бөлек, жүректі оятатын ілім бөлек деп тұр. Қазір түсіп жатқан ақпараттардың барлығы жүректі оятатын ілімдер. Так, бүгінгі тақырып қандай? Бүгінгі тақырып кішкене ауырлау. Миларыңыз қаша болуы мүмкін, бірақ қағазға жазып алыңыздар. Қағазға жазып алыңыздар. Бірінші айтылатын тақырып дінде айтылатын адам мен жын
қатар туады дейді. Бұған дейін білесіздер, 3 жыл бойы, жоқ 4 жыл бойы мен эфирде отырмын. Мен ешқашан жын деген сөзді аузымнан шығарған емеспін, және ондай нәрсені қозғаған емеспін, ондай тақырыпта. Су қоюдың ешқандай қажеті жоқ. Бұл көкжиек емес, бұл ілім. Жаңа ілім беретін, бұрыннан айтылып жүрген нәрселерді жүрек көзімен түсінетін ілім. Бірінші, қолдарыңызда қағаз бен ручка болатын болса, жазып қойыңыздар. Комментарийді өшірем, арасында қосам. Сонымен бастайық. Бізге беріліп жатқан ілімдер таза жоғарғы әлемнің потоктан түсіп жатқан ілімдер. Әр ілімді біз сіздер арқылы, яғни келетін адамдар арқылы аламыз. Ешқандай кітап оқып, жаңағыдай қасиеті ашылып жатқан қыздардың ешқайсысы жаңағы кітап оқып, ізденіп бұған дейін ондай болмаған. Себебі олардың санасы таза болу керек болды. Және менің өзімде де сол, осы практика арқылы біз білімді алып жатырмыз. Жоғарғы өркениеттер осы орталыққа келген кезде тонкий пландағы нәрсені айтып жатырмын ғой. Ғайып әлемде, үшінші көзбен көргендегі нәрселер. Көп кітап әкеп тастайды. Енді менің мамандығым журналист болғаннан кейін мен сұраймын, не кітаптар бұлар? Оны жұмыс барысында білесің дейді. Теориядан көріп, практика жүзінде білген, ол жүрекке қонымды. Сөйтіп, біз осы 3 жыл көлемінде жоба X жасадық. Көп адам жоба X-тен өттіңіздер, білесіздер. Жоба X арқылы біз өмірге сансыз рет келетінімізді, опыттан өте алмай қалсақ, жаңағы кейбір жандарымыз екі әлем арасында қалып қоятынын, төменгі астралдың не екенін түсіндік. Төменгі астрал деп жүргеніміз діндегі тозақ. Біз соны түсіндік. Ата текті білдік, ана текті білдік, және ата тек, ана текте бабаларымыз бар ғой, солар өзіміз екенімізді білдік. Біз бұл текте бірінші рет келіп жатқан жоқпыз, сансыз рет келетінімізді білдік. Және жоба X арқылы сол текте бүлдірген нәрсемізді қазіргі уақытта кармамызды өтеп тазарта алатынымызды білдік жоба X-те. Әрі қарай уақыт өткеннен кейін жаңа мына техникаларды бере бастады. Енді мен ақырындап қарап жүрмін. Күнде адамды алып келеді, жаңағы енді энергетическа жасайсыңдар деп айтады. Бірақ энергетическа дегенді адамдар жаңағыдай сфераны тазалап, үстіп жібереді деп ойлайды. На самом деле энергетическаға келген адамдар біледі. Бұл жерде энергетическа жай сөз емес, өте 360 өлшемде жұмыс жүретінін түсініп жатсыздар. Біріншіден, бұл жерде нені білдім? Жазып қойыңыздар. Діндегі адам мен жын қалай бірге туған деп айтады. Адам жерге түскенде жын бірге түседі. Әр адамның жыны болады деген сөз бар. Оны дінде қарин деп атайды. Бұлай деп жазған. Кейбір хадистерде әр адамға бір жын серік етіп берілетіні айтылады. Ол адамның бойына жаман ой, күмән немесе күнәға итермелеуге тырысады. Сонымен бірге адамның қорғаушы періштелері де болады. Сондықтан адам жақсылық пен жамандықтың арасында таңдау жасайды деп айтады. Осыны жазып қойыңыздар. Адам мен жын қалай бірге туады, және сол жынның атауын дінде қарин деп айтады екен. Қазір мен сіздерге түсіндіремін. Уақыттарыңызды аламын кішкене. Бірақ бұл өте сіздерге керек тақырып. Проводниктер, бұл ақпарат сіздерге де керек. Проект X жасайтын қыздар сіздерге де керек. Проекттен өткендер сіздерге де керек. Энергетическа соңғы мына жерден өткендер сіздерге де керек. Жұмагүл ханым, Салтанат, сіздер эфирде отырсыздар ғой, бұл ақпаратты дұрыстап түсініп алсын дейді. Қараңыз, мынау көрініп тұр ғой, бұл жаратушы деп айтайық. Көз алдыңызға елестетіңіз, жаратушы. Жаратушыдан сансыз рух бөлінеді, жап-жарық. Бұлар біздер, жап-жарық. Кәдімгі періште сипатты жап-жарық нұрсыз. Енді жаратушы нені жаратады?
жерді жаратады. Жер, Құдай айтады, міне сендер үшін жерді жараттым. Бұл жер кәдімгі обычный компьютер сияқты. Өзінің программасы болады. Бұл жердің программасы қорқынышқа негізделген. Менің жарық нұрларым сіздерге айтып жатыр. Мына жерге барсаңдар, сендер өздеріңнің кім екендеріңді ұмытасыңдар. Менен бөлінген жарық нұр екендеріңді ұмытасыңдар. Бұл жақта жерде не бар? Тәуелділік бар. Тамаққа тәуелділік, ақшаға тәуелділік. Бұл жақта нәпсі бар, қызғаныш бар. Бір-біріңді көре алмайтын боласыңдар. Бір-бірлеріңнің аяқтарыңнан тартатын боласыңдар. Бұл жақта зорлық, зомбылық бар. Тіпті сенің жақсы көретін бірге туғаның саған зорлық, зомбылық жасауы мүмкін. Бұл жақта соғыс бар. Бұл жақта аштық бар. Яғни мына жер деген өте сондай қорқынышты нәрсе болады. Я? Кім барады жерге? Сонда үлкен рухтар болады. Кәрі рухтар деп айтамыз ғой, старые души. Бірінші кәдімгі солдат сияқты өңге аппақ болып сарбаздар шығады. Біз барамыз. Олар сіздер және біздер. Бірақ мына жақтағы қорқынышты жерді дейді, жаратушы айтады. Кәрі рухтарға айтады, жеке шақырып алады да. Бұл жер абсолютно пустой. Мынандай мен айтып тұрған жаңағыдай қорқынышты нәрселерді сендер тудыруларың керек. Сендер соны жасауларың керек. Мына жерді ауырлатуларың керек. Сондық нәрсенің бәрін сендер жасайсыңдар. Не үшін деп біз сұраймыз? Сонда Құдай айтады. Міне, мысалы міне, жаңағы, мынау Жұмагүл, мынау Салтанат. Бұлар тұр, кәрі рухтар. Бұларға айтады абсолют. Міне, мына жерде көп душалар бар. Сендер сияқты опытный емес. Солар сендер жерге барып жаңағыдай түрлі нәрселер тудырасыңдар ғой, қиындық, жаңағыдай зорлық, зомбылық, соғыс дегендерді сендер ойлап табасыңдар ғой. Мыналар сендердің арттарыңнан жерге түсіп, сендер жасаған нәрсенің артынан опыттан өту керек. Барлық душа опыттан, қиындықтың опытынан өту үшін бірінші осы қиындықты тудыратын маған солдаттар, рухтар керек дейді. Сонда біз бәріміз дізіліп тұрамыз ғой абсолюттың алдында. Мына жерді біз ауырлатамыз, жерде қиындық тудырамыз деп түсеміз. Сосын Құдай айтады, так, вот сен жап-жарық нұрсың. Жұмагүл, сен жап-жарық нұрсың. Сен жерге түскен кезде мына жарығыңмен сен ештеңені бүлдіре алмайсың. Ештеңені қиындата алмайсың. Сенің қасына ұстаз керек. Сендердің қастарыңа, сендерді азғырып жүретін, сендерді жамандық істеуге итермелейтін солдаттар керек. Міне қараңдар дейді. Абсолюттың қасында, абсолют былай көрсетейін, жаратушының қасында тағы бір өлшем бар. Біз Құдайдың жарық нұрлары болып тұрмыз ғой. Мына жақта жаратушы тағы бір міне солдаттар дейікші, солдаттарды дайындап қойған. Олар өте мықты солдаттар. Құдай не айтады, соны орындайтындар. Біз жарық болсақ, олар жаңағыдай қараңғы, темный. Бірақ оны Құдай жаратып тұр. Олар мықты. Бұларды не деп атайды? Бұларды қариндер деп атайды. Қарин. Біздерді жаңағыдай жарық нұр жерге түскесін адам деп атады ғой. Мыналарды қарин деп атайды. Сосын айтады кәрі рухтарға. Сендер жерге түсетін кезде мына бір-бір қаринді өздеріңе ұстаз етіп түсесіңдер жерге. Өйткені сен құдайлық сипатыңмен ештеңені бүлдіре алмайсың жерге барып. Ол опыттан өте алмайсыңдар. Мына ұстаздарыңды бір-бірден ертіп алыңдар дейді. Сосын жаңағы Құдайдан бөлінген біздер жарық нұрлар жаңағы темный солдаттардың алдына барамыз. Мен жерге түсем деп абсолюттан жаратушыдан тапсырма алдым. Давай бірге түсейік. Хорошо дейді бұлар. Сөйтеді біз жерге кәрі рухтар алғаш түскен кезде біздің қасымызда уже қариндардан бір-бірден түседі. Бұны дінде жындар деп атайды.
қазір мысалы олар бізді жын деп атамаңдар дейді. Біз сендерге ұстаз болған, біз солдатпыз айналайындар дейді. Ескі дәуірде енді жаңа дінде сөйтіп атап келдіңдер ғой, бірақ Құдайдың тапсырмасымен жүрген адам немі күшпіз дейді. Енді жерге түскеннен кейін не істейді кәрі рухтар? Мына жат жерге түскесін кім екеніңді абсолютно ұмытасың. Бұл уже ойынның тапсырмасы. Біздің қасымызда солдат болып кім жүреді? Қариндар жүреді. Жаңағы діндегі жындар. Мына жағымызға достарымыз жүреді, тәлімгерлер, періштелер. Бірақ періштелер бізге олар опыттан өтуімізге кедергі жасамайды. Просто олардың қолында біздің сценарийіміз жүреді. Сценарий бойынша сіз уже жоғары жақтан жазып келесіз. Жұмагүл жазып келеді. Так, мен жерге барғаннан кейін жаңағы қарин маған көмектеседі. Мен осы өмірімде 20 адамды өлтіруім керек жерге барып. Қастандықпен өлтіремін, жауыздықпен өлтіремін 20 адамды. Ол 20 адамның душасымен сразу келісіп алады. Мен сендерді жерге барғасын өлтіремін. Менің ол жандарым жердің мынау тозақ дейді. Төменгі астралына түсіп кетеді. Но ничего страшного. Зато арамызда карма өрбейді. Біз сол кармамызды өтеу үшін жерге сан мың рет келеміз, опыттан өтеміз. Но переход уақытында, қазір переход уақыты ғой, ақыр заман, ең соңғы өміріміз. Мен сендерді жоғары көтеріп жіберемін. Мен сенің 20-ны мына өлшемде жауыздықпен өлтіріп жатырмын. Ал переходта қазіргі уақытта сол 20 адамның жердегі инкарнациясы Жұмагүл ханымның алдына келеді. Бұл кісі емдеп, жарығын жағып, ана адамдарды жаратушыға жетелеп жібереді. Айтып тұрмын, түсініп алыңыздар, жақсылап түсініп алыңыздар. Сөйтеді да бүкіл кәрі рухтарға берілген тапсырма жерді ауырлату, тозақты толтыру. Тозақ толған сайын, мына тозақ деген жердің аруақтар әлемінің ең төменгі өлшемі. Мұхаммед пайғамбардың миғражнамасын оқыңыздар, жаңағы астралдың 7 қабаты туралы өте жақсы бейнелейді. Кәрі рухтарға жаратушыдан берілген тапсырма жұмақты да тозақты да әсіресе тозақты толтыру дейді. Барзақ әлемінің ең төменгі қабаты мына өлшемді толтырыңдар дейді. Кәрі рухтарға берілген тапсырма. Рас кәрі рухтар не істейді? Үлкен рухтардың бәрі абсолюттен тапсырма алғаннан кейін бір-бір кариннен солдат алады қасына. Жаңағыдай кариндердің өте мықты адамды азғырып жүретін, олардың тапсырмасы сондай. Сен жерге түскеннен кейін азғырып тұрады. Сен өлтір 20 адамды. Тапсырма бойынша сен өлтіруің керек. Төменгі астралды толтыруымыз керек. Қылмыс жаса, карманы туындатуың керек. Кес басын. Сөйтіп жүреді. Бірақ олар тапсырманы орындаушылар. Мана бүкіл сіздің өміріңізде олардың айтқанымен жүрдіңіз. Уже опыттан өтіп жатсыз. Жаңағы қариндердің айтқанымен адам өлтірдіңіз, келесі инкарнацияда сол өлтірген 20 адамыңызбен кездесіп жаңағы карма ойнайды. Ол карма арқылы өте көп опыттан өтесіз, есейесіз, таяқты да жейсіз, зорлық зомбылықты да көресіз. В общем, мына 3D матрицада ескі жерде сіз жерге келіп кетіп бүкіл опыттан өттіңіз. Мен сізді құттықтаймын. Сіз мінекей ең соңына жетіп тұрсыз. Енді не деп жатыр қазір? Не деп тұр қазір? Енді айтып жатыр. Сіздердің жандарыңыздағы мына осы 4000-5000 жерге келген өміріңізде сізді қасыңызда жетелеп жүрген темный солдаттар, діндегі жындар. Молодцы. Опыттан өтті мыналардың бәрі. Барлық опыттан өткіздік. Зорлық зомбылықты да көрді, аштықты да көрді, қылмыс жасауды да көрді, адам өлтіруді де көрді. Бізді босатыңдар деп тұр. Энергетикаға келгенде білесіздер ма? Не қыламыз ғой? Сіздерді ментальный тело бар ғой адамның? 7 телосы бар ғой? Адамда 7 тело бар. 7 тән бар. Сіздердің ең бірінші келген кезде мына ментальный жоғарғы тәніңізді сканер жасап капсулаға жатқызады. Сол кезде сразу мына қасында, адамның қасында жаңағы бүкіл өмірінде бірге жүрген қарин тұрады. Салтанаттың қасында да тұрды ол, Жұмагүл ханымның қасында да тұрды, бәріңіздің маған келгендердің бәрінің қасында тұрды. Мен де әрқайсына бүйтіп тәпті іштеп бұны айтып тұруға уақыт жоқ. Сол үшін бүгінгі эфирде арнап тұр. Алдағы уақытта егер де сіздер келетін болсаңыздар энергетикаға, осы процестің жүретінін біліңіздер. Сол кезде ментальный телосын көрсетеді адамның,
Ментальный тело деген оймен байланысты біздің тонкий теломыз. Мына қара күштер сонда сразу айтады. Біз кетеміз. Жұмагүлді біз осыған дейін тәрбиелеп келдік. 5000 өмір бойы тәрбиелеп келдік. Есейттік. Барлығын көрді. Енді қайтадан мына жаратушыға тапсыратын уақыт келді дейді. Біз тапсырмамызды орындадық. Болды дейді. Діндегі жын деп жүрген осылар. Пайғамбарларда мысалы айтады ғой, жаңағы қарин деген жын барлық адамда болады дейді. Сізде де бар ма дейді пайғамбардан. Сонда айтады ғой пайғамбарлар. Иә, бізде де бар. Бірақ біздікі тәрбиеленген деп айтады. Адам сана деңгейінде есейіп, осознанность келеді ғой, жүрек көзін ашады ғой. Сол кезде мына жын деп жүргендер андай уже неғып тұрады екен. Молодец, мынау есейді деп тұрады. Бұлардың тапсырмасы жаратушыдан алған. Адамды есейту. Біз аузымызды ашқан жарық нұр болдық қой. Не екенін білмей. Сонда жерде жаңағыдай түскеннен бастап жаңағыдай бүкіл опыттан өткізетін осы күштер. Енді бұл күштер сфераны босатамыз деп тұр, өз өлшемімізге кетеміз дейді. Сонымен сұраймын ғой, сендердің өлшемдерің қалай аталады десем, сендер мына жерді тастағаннан кейін андай аруақтар әлеміне өтесіңдер ғой. Ол сендерде барзақ деп аталады. Бізде ырзақ деп аталады дейді. Мына өлшем ырзақ деп аталады екен. И адамдардың біз уже сферасын босатамыз. Абсолютке тапсырамыз деп жатыр. Не үшін жаңағы біздің қыздар сіздер арқылы жаңағыдай 11 минуттан жаратушының энергиясын таратып эфирге шығарып отыр. Өйткені ол қыздар осыдан өткен, уже тазарған абсолютке өтіп кетті. Енді сол қыздар тірі Wi-Fi болып отыр. Осылай эфирде отырған кезде ана Wi-Fi кәдімгі абсолюттікі тарайды. Бұл солдаттар, жаңағыдай қариндар, барлық адамда бар. Бұлардың шығатын уақыты келді деп тұр. Және уже адамдарды бір штуктап қабылдауға не жоқ дейді. Уақыт жоқ деп тұр. Бұл энергия чистканы онлайн түрде осылай көп адамға жасайсыңдар. Кету керек дейді. Уже босату керек деп тұр. Босату керек, себебі біз қауіптің алдын алуымыз керек дейді. Білмеймін, қандай қауіп, әйтеуір өте үлкен жарықтың жақындап келатқанын көрсетеді. И сол кезде мына адамдар дайын отырса, таза, спокойно өтіп кетеді дейді. Ал егер бойларынан бұл жаңағы қариндері шықпай, тазармай, әлі ескі матрицада отыратын болса, мына келе жатқан жарық кішкене жаңағы ауыр тиюі мүмкін дейді. Сондықтан, білмеймін, уақыт тығыз болып тұр, алдағы аптада ма онлайн түрде энергия чистка жасау керек болып тұр. Білмеймін, 32 адамға ма, сондай. Одан кейін не болады? Біріншіден, жаңағы адам мына қаринмен қоштасады. Жазып қойсаңыздар болады. Энергия чисткада бірінші ескі дәуірде жерге алғаш түскеннен бастап бірге түскен қаринмен қош айтсамыз. Яғни жаңағы діндегі адамның қасында азғырып жүретін ұстазы кетеді. Ол біздің жаңағыдай темная сторонамыз десек те болады. Ол кетеді. Сосын не болады? Мына ментальный тело толықтай капсулаға жатқызылады. Ментальный телодағы энергияны бізге қанандай 3D-ның энергиясы көрсетеді, сіздердің энергияларыңызда. Борсып кеткен су бар ғой, кәдімгі сарғайып кеткен. И соның ішінде неше түрлі темір, терсек, ағаш, қоқым, соқым, мусор жойылды ғой. Адамның полиясы сондай болып тұрады. И вообще адамды тонкий планнан көрсең бар ғой, инвалид сияқты. Мә, қазір айтып беремін, не ондай екен. Шошырсың адамды тонкий планнан көрсеңші, 3D матрицада мына опыттан өтеміз деп бар ғой, құм жоқ қайнап кеткен ғой. И ана жерде қазір спокойно бұрап, ана кукланы орнына қойсын ғой, солай жасап жатыр. Уже мына эфирде кәдімгі 360 өлшем полный ашық тұр. Серафимдар, херувимдар, архангелдар, өте көптеген өркениеттер жұмыс жасап жатыр. Түсінік келеді дейді сіздерге, түсінік келеді дейді, жазып алсын деп тұр. Өйткені айтылатын информация көп. Бастарыңыз қысып кетуі мүмкін. Бірінші контрактын аяқтадық, екінші ментальный тело толық тазарады. Егер онлайн өтетін болса, алдағы уақытта энергетика, осыны түсініп отырыңыздар. Ол жерде онлайн өткенде тез деп айтады да, мен бұлай мылжыңдап тұра алмаймын. Қазір мылжыңдап тұруға уақыт беріп тұрды, сол үшін түсініп алыңыздар. Мына ментальный телоның полный ескі 3D-ның энергиясын алады. Кім алады, кім сорады деп өткенде бір кісі қоймай жазыпты да. Өркениеттердің өздерінің жұмыстары ол.
әр адамның қасына келіп мынандай поле ашылады, кеңістік ашылады, үлкен бір корабльмен келеді да, кәдімгі сіздің ескі дәуірдегі мына бүкіл энергияны өзіне сорады, кәдімгі тазалап алады, пылесоспен сорып алған сияқты. Анау корабль бүкіл адамның бойында болады. Сосын ол кетеді. Сосын басқа корабль келеді. Ол өркениеттердің жұмысы. Сириус, Плеяда, Андромеда сияқты жаратушының көмекшілері. Сосын адамның басына жаңағыдай тонкий ментальный телосын жоғары жағына светлый корабль келеді да, 5D-ның энергиясын жүктейді. Ол жүктелгенше кішкене уақыт кетеді. Онлайн энергетикада күтіп отырамыз бұның бәрі. Өйткені ол тонкий планда болып жатады. Екіншіден, не нәрсеге өтеміз? Екіншіден, сіздердің миларыңызды көрсетеді. Адамның миын қарасаң, мына миын қысып қойған. Кімдер қысып қойған? Жаңағы қариндар біз жерге түскен кезде уже миымызды қысып қояды. Не үшін қысып қояды? 3D-ның матрицасының опытынан өту үшін. Сіздің миыңыз күшті істеп тұрса, жерге келіп қылмыс жасамайсыз ғой. Жерге келіп адам зорламайсыз ғой. Адам өлтірмейсіз ғой. Анау тас дәуірінен өтпейсіз ғой, миыңыз десе. Тасты тасқа соғып отпайсыз ғой. И сол эволюциялардан өту үшін әдейі миымызды қысып қойған. Прям көрсетіп тұрады ғой адамның миын. Қысып бастаған. Өркениеттер келеді. Бұл уже арктурлық дейтін өркениеттер бар, өте жоғары өркениеттер. Олар келіп, мына миды толық сканер жасап, миды босатады. Адамдардың миы вообще қызық. Біреуінікі жаңағыдай тас болып тұрады, біреуінікі жаңағыдай орех болып тұрады, біреуінікі вообще өзі бірдеңе сызып алған, бір шектеуді. Болмайды деген нәрсені. Жаңаны бір кісі жазып жатыр ғой, посланияларды оқимын вроде, бірақ ештеңе сезбеймін, ештеңе түсінбеймін деп. Анау миында мынандай шектеу тұр да, ештеңе кіргізбейді, жаңа ілімді де кіргізбейді. Тыңдайды, көреді, но ми қабылдамайды. Болып жатқан тылсымдағы нәрселерді, ғаламда болып жатқан нәрселерді қабылдамайды ми. И сол мидағы нәрсені босатады. Жібітеді. Кәдімгідей, жаңағы миды кәдімгідей, медицинада аппараттар болады, пиқ деп жүріп тұрады. Ми солай жұмыс істеп бастайды. И мен сұраймын ғой, адам жаңа енді жерге өтіп жатыр ғой, жаңа өлшемге. 5-ға өткенде біздің миымыз қанша пайыз жұмыс істейді десем, максимально 10% дейді. Енді представьте себе, ол ми 100% жұмыс істесе, біз кім боламыз? Біз ми 100% дегенде біз абсолют боламыз. Ана Люси деген кино бар ғой, сол кинодағыдай. Келесі этап, жоғары жақтан келе жатырмыз. Ми, мына тонкий пландағы жаңағы қара күштеріңіз, ұстаздарыңыз кетті, мидың функциясын реттеді, ойдың өлшемін тазалады. И күн өткен сайын озарение келеді. Қазір сіздер мысалы 4 жылдан бері алып жатсыздар ғой ілімді. И жолдауларды бүйтіп оқисыз да, қабылдадым деп айта саласыздар да, бір жүректі жібере саласыз. Ана жерде кәдімгідей жылап, бүйтіп ой қорытып оқып жатқан адам некен саяқ. И даже сіздердің еттеріңіз уже үйреніп барадыр. Лайк басасыз да, пайғамбардан ба, Андромеда ма, уже көрсетіп жатыр да, бүйтіп өткізіп жіберетін, уже соған өтіп барадыр да. Ал жүрек көзімен оқып, түсініп, оны қабылдап жатқан адам өте аз. Бірақ оқып жатсыздар, осыған дейін оқығандарыңыз сіздің мынандай сфераңызда тұр. Мейлі, ұмытып қалам деп жатсыздар, іштен кетпейді, бірақ ол тұр. Ол мына сферада тұр бәрімізде. Енді не істеді жаңағыдай? Бұл бірақта чисткадан өткеннен кейін. Ментальный ой әлеміңіз уже тазарды. Мидың функциясы күн өткен сайын кодтары өзгеріп жатыр. Сізге не келеді? Озарение келеді. Жаңалған кассета сияқты бір 10 жыл бұрынғы, 5 жыл бұрынғы Абиданы уже езіп отпайсыз, ойламайсыз, келмейді вообще. И мынау қоғамда болып жатқан нәрселердің бәрі вообще тым қызық емес та сізге ше. Уже как будто бәрі маска киіп жүрген конкретно көресің да. Анадам реальный өмірде басқа, Инстаграмда басқа. Өткізе саласыз. Вообще қызық емес. Не қызық? Жаңа ілім қызық. Өзіңіз қызықсыз. Зерттеу қызық. Таңертең таңда 3-те оятқан кезде уже жаратушы сізге ақырындап информация жібереді. Соны қабылдау қызық. Күнделікті белгілерге қараған қызық.
мида уже жаңағы 2 жыл 4 жыл бойы оқыған ілімдеріңізді қорытындылау келеді, жарық болып шығады. Бұл процесс ментальный өлшемде бола береді. Қай жерге жазсам екен? Міне, бірінші ментальный тело. Ментальный тело. Жазып қойыңыздар. Онлайн чистка алдағы уақытта бәріңізге жасаймыз. Оптым, жазылатындарға мынау алдағы уақытта өздеріңізге подсказка керек келеді, уақыт беріледі. И мынандай өту керек деген нәрсе келеді ғой. Сол кезде жазыласыз. Қандай жұмыс жүретін қазір жазып қойыңыз. Ментальный тело кетеді, мына қара күштер кетеді. Екінші қайда барамыз? Тимус, душа, жанның уровені. Кімді алайын? Қазір эфирде отырған Базаргүл ханымды алайын. Базаргүл ханым жасы мысалы 50-ден асты, иә? Базаргүл ханымның жаны 55 жасқа дейін өмір сүрген жоқ. Базаргүл ханымның жаны тек қана карма өтеді. Тек қана коллективті санада өмір сүрді. Шаблондармен өмір сүрді, установкалармен өмір сүрді. Әке-шешесі қойып берген матрицадағы үйту керек, оқу керек, жұмыс істеу керек, күйеуге шығу керек, бала табу керек, немерелі болу керек, пенсияға шығу керек деген мынандай установка бар. Сол установкамен өмір сүріп келді. Әйтеуір айтып бүйтіп жоғарғы күштер, қасындағы тәлімгерлер, аруақтар сүйрелеп жүріп, бұл кісіні осы темаларды түсінуге әйтеуір әкелді қазір. Не істедіңіздер сіздер? Базаргүл ханымды бәріңізді алсаңыздар болатын, эфирде отырған жандар. Уже жаймен түсініп жатсыздар. Жаңағы сіздерде бұған дейін ояту процесі жүрді. Жаныңызда тыныштық жоқ екенін, ештеңе қызық емесін, айналаңыздағы ырду-дырдудың бәрін алып тастап оңаша отырғызып қойғанын, осындай нәрселерді түсінсеңіз де, түсінбесеңіз де, тыңдасаңыз, басында қорқынышты болғанмен, жаныңыз рахаттанатынын түсіндіңіз. Енді сөздің мәнін түсініңіз. Жан рахаты. Жұмақ жанның тыныштығы. Жан деген не ол өзі? Жан деген мына жерде орналасқан әрқайсыңыздың осы өмірдегі душаларыңыз. Жанаттың жаны, Айгүлдің жаны, Салтанаттың жаны, Айнұрдың жаны, Базаргүлдің жаны, Әйгерімнің жаны. Бұл душа психологияда ішіндегі маленькая девочка дейді ғой, сол. Бұл жан әлемі туралы өткендегі эфирде айттым. Біз енді білеміз. Ендігі ілім, ендігі проекттердің бәрі осы жан туралы болады. Біздің, сіз енді жерге бірінші рет келіп тұрған жоқсыз. Осы жерде отырған адамның ең азы 3000 рет келгенсіз, 4000 рет келгенсіз, 5000 рет келгенсіз, 6000 рет келгендер де отыр. Біз уақыт деген иллюзияға шектеулі соған болғаннан кейін біз өткен өмірлер деп айтамыз. На самом деле өткен өмір деген жоқ, барлығы одновременно болып жатыр қазір. Многомерный вселенныйда бүкіл жерге келген 4000-5000 өміріңіз осылай болып жатыр. Былай. Жаратушы бүкіл өміріңізге осылай қарап тұр. Базаргүл ханым мына өлшемде 50 адамды өлтіріп жатыр аяусыздықпен. Мынау переход кезінде сол 50 адам оған кездескен, сол 50 адамның жүрек көзін ашу арқылы, емдеу арқылы қайтадан жаратушыға жіберіп жатыр. Шексіздік деген сол. Өстіп қарап тұр да. Дінде де айтады ғой мысалы, жезөкше әйелді сен жазғырма, кінәлама, оның артында Құдай тұрады. Сен білмейсің Құдайдың жоспарын. Действительно ол сондай екен. Құдайдың жоспарын ана жерде түсінсем бар ғой, сұмдық енді. Енді не деп жатыр бізге? Сіздер дейді, мына 3D матрицада сол жерге келген 5000-6000 өмірлерінде сендердің мына жандарыңа оянуға, жандарыңның үнін естуге, жандарыңмен бірігуге рұқсат болған жоқ. Ескі матрица, шектеулі, сол үшін шектеулі матрица деп атады. Сендер тек қана жерге опыттан өтем деп келдіңдер. Жазып келесің, хан болам. Бірақ қандай хан болам? Әділ хан болам ба, жоқ әлде қатыгез хан болам ба? Мына жерде веткалар тұрады. Өзің сценарий жазып аласың да әртүрлі веткада. Жерге түсіп рөлін ойнап шығасың. Қатыгездікті таңдасаң, келесі өмірде жаңағыдай уже карма кетеді. Кімді өлтірдің, ол саған кездеседі, анау мынау. Дұрыс жол таңдасаң, келесі өмірің жаңағыдай жарық жаққа өрбиді деген сияқты только сценариймен өмір сүрдік. Бұрынғы өмірлерде. Жерге келген 4000-5000 өмірімізде біздің душамыз оянған жоқ. Енді қазір айтып тұр.
приносящий рассвет кітабында айтады. Ол 92 жылы жазылып кеткен кітап. Мен эфир сайын айта берем. Барбара Мартиньяктың кітабын әлі де кеш емес, тыңдаңыздар. Бұрын тыңдасаңыздар да тағы тыңдаңыздар. Оны кемі 15 рет тыңдау керек. Құлақтарыңызға наушник салып алыңыздар. Бір рет түсінбейсіз, екі рет түсінбейсіз, одан кейін үшінші рет уже өте түсінікті болады. Қазір тем более түсінікті болады. Сонда айтады ғой, 4-ші чакра мен 5-ші чакраның ортасында өте үлкен чакра бар. Болашақта сол чакра ашылады. Содан кейін сендер түсінесіңдер. Не үшін өмірге келдіңдер? Бұл өмірдің мәні не? Не үшін Құдайдан келіп, қайтадан Құдайға қайтайын деп тұрсыңдар? Мына қылмыс, мына бағанағы жерде болып жатқан невежество, надандық, бәрінің қатыгездік мәні не? Түсінесіңдер. Мынау ашылсын дейді. Енді сіздер үшін сүйінші жаңалық, осы мекенді адамзат тарихында бірінші рет ашып жатыр. Бүкіл сіздің жерге келген 4000-5000 өміріңізде мына нүкте тимус, жан әлемі, жан мекені ашылған жоқ. Қазір ашып жатыр. Кәдімгідей жарық күштері анау келген кезде адамның жанның мекенін ашады. Фук етіп. И шығады. Салтанаттың осы инкарнациясындағы душасы. Әр өмірде біздің үлкен бір душамыз бөлініп тұрады ғой, көп частичкаға. Рух біреу. Но біздің жанымыз жаңағыдай әр өткен өмірде новый жаннан түсіп тұрады. И сіздің осы өмірдегі жаныңыз түсінбейді. Коллективті сананы түсінбейді. Сіздің жаныңыз карма өтегеніңізді түсінбейді. Сіздің жаныңыз өткен өмірді түсінбейді. Сіздің жаныңыз жаңағыдай әке-шешеңіздің қойып берген установкасын түсінбейді. Бұл жан просто өмір сүргісі келеді. Әр сәттен кайф алғысы келеді. Сіздің өткен біреуге ренжіп езіп отқаныңызды ол жан түсінбейді. Ол ақыл басқа, жан басқа. Жан просто жарқырағысы келеді. Ішіп отырған шайынан ләззат алғысы келеді. Здесь сейчас отырғысы келеді. Кәдімгі просто кішкентай кезіңізде іш пысу деген жоқ, қайғыру деген жоқ, балаларда шығып на кайфе өмір сүреді ғой олар. Здесь сейчас. Мына душа здесь сейчас өмір сүргісі келеді. Мына мекенді ашып жатыр. Келесі этап, екінші этап, жан. Жаныңыздың мекені ашылады. Ана жанның мекенін ашқан кезде, Құдай, адамдардың жаны анандай бір туннельде жатады. Осылай. Бұл адам 40 жасына дейін өмір сүрмеген, тек қана әке-шешесінің айтқанымен жүрген, қоғамның айтқанымен жүрген, әйелдің айтқанымен жүрген. В общем, өзін вообще ұмытып кеткен ғой. Робот. Ол даже сезімін түсінбейді, қалауын түсінбейді. Жан вообще ана жақта, өзі мына жақта. Туннельде жатады мына душасы. Яғни жанды ашқан кезде фук етіп қандай ракеталар, самолеттар ұшып шығады да. Неге деп бүйтіп қарасақ, бұл ер адам кішкентай кезінде космонавт болған. Ұшақ айдаймын, арманшыл болған ғой. Кейін әке-шешесі Құмаш қайықтағы космонавт оқ сабағында. Мұғалім боласың сен. Мұғалім болсаң, әйтеуір жұмыссыз қалмайсың, аш қалмайсың, сол пенсияға шығасың, үйленіп адам боласың. Только сол установкада, и мына душа полный жауып тастаған есікті. Ананда ой, туннельде жатады адамдардың душасы. И раз ашып, абсолюттан жаратушыдан жарық түскен кезде, ақыры бүйтіп шығып кетеді ғой. Бүйтіп шығып кетеді. И мына жан, как будто мынандай ғой, квартираның терезесін полный жауып тастап, ішін пықсытып, неше түрлі қойып тастайсың ғой, керек жоқ заттарды. И анау терезені ашып полный ішіне өркір тастайсың ғой, жанның мекені солай ашылады. И андай, наконец-то дейді да. Поэтому мына жаққа келген кезде сіздер неосознанно жылап қаласыздар ғой. Еще өздеріңіз ана қосылады да айтады, неге жылап тұрмын, ұят болды дейді да, бірақ жылай береді. Өйткені жан қуанып тұр, жан үйіне оралып тұр. Ол 5000 өмірінде жан мекені ашылған жоқ. И мына жанды ашқан кезде кайфовать етіп жылайды. Сразу шығады. Жаңағы кейбір адамдарда бала күнінде зорлық көрген, мынандай травма шығады. Көрсетеді. Даже мына подростық балалар шешелерін әкеп жатыр. Бірақ подростық баланың душасы қиналып кеткен ғой. Анау баланың жанын ұстасаң, анау жанынан өңке анау әке-шешесінің ақша дей берген ғой, солар шығады ғой. Анау жан кәдімгідей жарқыраған кезде бар ғой, сезесің. Мә, кайфовать етесің бар ғой. И таңертең оянған кезде уже баяғыда қалай еді? Таңертең оянған кезде қосылатын еді ғой бұрын, білесіздер ма? И таңда оянып алған кезде ана іздейді. Нені уайымдаймын, бір нәрсе уайымдасай деп тұрады да, анау мидағы шайналған кассета сияқты. И іздеп ақыры ертең келетін қонағыңды уайымдап ұйықтамай жатасың. Не пісірем, не істеймін, үйтем, бүйтем.
немесе жаңағыдай жеті оқитын балаңды уайымдайсың, ертең бітіргесін, ол мектеп бітіргесін қаққа барады, ол адам бола ма, уа деп. То есть бұрын сондай еді, а қазір жан оянған кезде ондай емес. Вообще өзгеріп кетесің. Ана уже мысалы бағана 55 жасқа дейін Базаргүл ханым только нелерін өтеп келсе, бұл кісі уже 55 жастан кейін өзгереді. Бұрын қара киім кисе, уже ақ киім киеді, шашын бояйды. То есть жаңағыдай өмірді действительно сүретті. Болашақтың дәуірі мынау жан дәуірі деп айтатыны сол. Біз бұған дейін жанымыздың частичкасын жинап келдік өткен өмірлерден. Опытын санамызға жеткіздік, санаға кетті. Енді жанның рахат алатын, жан тыныштығы орнайтын уақытқа жетіп тұрмыз. Құттықтаймын сіздерді. Алдағы уақытта осындай болады. Үшінші, бұл обязательно сендерге бару керек па деген сұрақ туындауы мүмкін. Жоқ. Бізге берілген тапсырма, Құдай қаласа мынау Айрықтауды бітіріп алайық. Ақтауда өте үлкен жұмыс жүрейін деп тұрған сияқты. Ғаламда себебі бұған дейін біз жаңағыдай Түркістанда, Шымкентте, Стамбулда, Тбилисиде, Түркияда, Анталияда, одан кейін Алакөлде, Қатонқарағайда, Түркістан барлығына барып келдік. Завершениесі Ақтау деп тұрды. Вот содан кейін өте үлкен энергия келатыр ма, вспышка бола ма, әйтеуір білмеймін, кірісейін деп тұрды қатты. Сол себепті бұл адамдарға біз көмектесуіміз керек дейді, сіздерге айтады. Сондықтан мынаны түсіндір деп тұр. Не болатынын, қалай болатынын түсіндір. И жаңағыдай осылай эфирде отырып онлайн тазалайсыңдар дейді. Сосын оқу оқытасыңдар дейді. Осындай чистка жасайтын адамдар дайындалады. Жаңа дәуірдің валютасы ақша емес, жарық дейді. Анандай ғой, сетевой сияқты ғой. Мысалы, мына жақ үлкен жарық болып тұр, осы портал. Бұл жерге оқуға, мысалы, 3 адамды алып келеді. 3 адам өзінің жарығын алып кетеді. И ол адам басқаларға жарығын жағады. Жаңа дәуірде жарық жұмыс істейді дейді. Темный нәрселердің барлығын жарық осылай тазартады деп тұр. Мынау сияқты ғой міне. Мынау адамдардың бойындағы агрессия, жаңағыдай темный нәрселер уже мынау жарық энергия әркім өзінің жанының жарығы арқылы мына қараңғы нәрселердің бәрін жояды деп тұр. Бұл процестер жүре береді бойларыңызда. Келесі этап. Бізде астральный тән бар. Ментальный ой әлемін айттық, шектеуді айттық, мидың жұмысын айттық, жанның жұмысын айттық. Келесі этап астральный тело. Астральный тело біздің эмоциямызға жауап береді. Астральный телоға сканер жасаған кезде адамның бүкіл органы фук етіп көрсетіп тұрады, келген адамны. Адамның органдары, адамның кармасы бар кезде, өткен өмірден кармалар бар кезде, органдар орында тұрмайды. Көрінбейтін жіппен байланып тұрады екен. Үшінші жазып қойыңыздар, астралды тән. Бұл жерде кармический өміріміз, төменгі астралдағы жандарымыз. Діннің тілімен айтатын болсақ, тозақтағы қиналып жатқан жандарымыз. Төменгі астрал. Пока бізге кәрі рухтар да келіп жатыр. Қазір журналын керек болады. Так. Мынаны түсіндіріңіздер ғой үшін, жерде. Қараңыз. Адамның уже мынандай келген кезде просто адам болып отырамыз. Бұл туралы «Приносящий рассвет» кітабында да айтады. Болашақта адамдар дейді, сендерде уже құралдар болмайды, МРТ, УЗИ деген құралдар болмайды дейді. Бір адам отырады дейді, ол адамның қабілеті ТТВ ашылады. Ол адам, как будто на бөлмеде 12 МРТ құралы, УЗИ құралы тұрған сияқты, сені полностью үйстетті, сканер жасап, емдеп жібере береді деп жазған. И мен оны оқыған кезде, біздің заманымызда ол бола ма екен деп армандаушы едім. Енді соның дәл ортасында отырдық. Адам келген кезде тонкий қабатта экран ашылады. Салтанат одан келді. Полный іш құрылысы түгел сканер жасалып тұрады бүйтіп. Оказывается, адамның рухы бар ғой, Құдай мен адамның ұйқы безі
связано екен. Кәдімгідей прямой связано. Мынандай жап-жарық. Ұйқы без фук етіп немен Құдаймен связано өлшем екен. И сол себепті ұйқы безіне жаңағыдай пересадка жасалмайды дейді, операция жасалмайды дейді. Адам өзінен бөлініп қалған кезде, мына жалған әлемнің 3D матрицаның ақша деп кеткен кезде, өзін ұмытып, жаңағыдай түрлі маскалар киіп, рөл ойнап кеткен кезде, өзінен алшақтап қалған кезде, мына ұйқы безінде ауытқу болады екен. Сосын көп ашуды, көп эмоцияны тұншықтыра берген кезде, ол өте жіп болып байланып тұрады екен. Ал ең үлкені адамның органында, егер өткен өмірлері үзілмеген болса, кармалар болатын болса, мына әр органда былай көрінбейтін жіппен байланып тұрады. Сосын әр органның аура қабаттары болады. И анау кармасы қосылған кезде, сен негативке түсіп кетесің ғой. Сен негативке түскен кезде сразу кармалық алынғы өмірге түсіп кетесің, веткаға. Сен мысалы жаңағыдай бір өмірде агрессияға беріліп, жаңағыдай ішіп кеттің деп айтайық, ішіп кетіп өліп қалдың. Мысалы, ішіп кетіп қаңғып жүріп өліп қалдың. Бірақ ол жаныңыз барзақ әлеміне көтерілмей, өлгенін не тірі екенін білмей, әлі мас болып екі әлем арасында тұр. Допустим. И сіз осы өмірде қатты агрессияға беріліп кеткен кезде, сіз сана деңгейіне түсіп кетесіз да, резко жаңағыдай өткен өмірдің веткасына кіріп кетесіз. И түсінбейсіз уже эмоцияңыз. Өткен өмірдің эмоциясы ма, осы өмірдің эмоциясы ма, оның жетегінде кетсең, это страшно. Кейбір андай қасиет ашылып, қасиетін ұстай алмай, вообще андай жындыған адам, бірақ шығатын адамдар бар. И солардың бүйтіп өткен өмірін қарап тұрсаң, өткен өмірінде қасиетті ұстай алмай, жынды болып кеткен да. И мына өмірде төменгі вибрацияға түсіп кеткен кезде, жаңағыдай ашуланып, негативке беріліп, сразу ана веткаға түсіп кетеді да, ана бұрынғы алжыған өмірі бар ғой, соның веткасымен жүреді. И осы өмірде опять ситуация қайталанады. Өткен өмірдің қателігі ғой бұлар. Қалай ол қателікті қалай қайталамайсың? Білім алу арқылы, жүрек көзін ашу арқылы. Сен осыны түсінген кезде, сана деңгейіне көтерілгенде, бүкіл кармический өмірден жоғары көтерілесің. Үйтпейінше сен жүре бересің. Бүкіл ана органдарың бәрі бүйтіп жіппен байланып тұрады. Осылай. Бірден жаңағыдай нені көрсетеді? Төменгі астрал. Әсіресе кәрі рухтарда. Осы нәрсе ашылды, мен соңғы рет естеріңізде ме, соңғы эфир менде Түркістан болды ғой. Және Түркістан, мына. Сіздерге түсінікті болу үшін діннің тілімен айтайын. Төменгі астралды, аруақтар әлемінің ең төменгі өлшемін тозақ деп атайды. Бұл жерге түскен кезде өте ауыр қылмыс жасаған біздің жанымыздың бөлшектері жатады. Адамды сойып тастаған, адамдардың органдарын сатқан, адамдарды екіге бөлген, кішкентай қыздарды зорлаған, жаңағы өте көп әйелге аборт жасаған деген сияқты ауыр күнә жасаған кәрі рухтардың ең алғаш өмірлері бар ғой. Енді ол да жаратқанның тапсырмасымен түсіп сол рөлді ойнап шықтық біздер. Себебі жерді ауырлату үшін мына тозақты толтыруымыз керек болды. Енді мен ылғи айтам, жерде, осы жерде өмір сүріп жатыр, но тонкий планында үстінде бір нәрсе орналасып тұрады. Мысалы, Индияның жоғарғы қабатында ғалам кітапханасы тұр. Сол себепті Индия духовный жер болып есептеледі. Мейлі олар лас болсын, мейлі ол жердегі адамдардың бәрі бояу деп айтпаймын, тек қана жаңағы тіршіліктің артынан жүреді ғой, но духовный болып есептеледі, өйткені жоғары жағында ғалам кітапханасы тұр. Бурабайда жаңағы аруақтар әлемі тұр. Аруақтар әлемінің жоғары өлшемі тұр. Сол себепті Кенесарының үңгіріне барған кезде, Бурабайға барған кезде бір сондай демалып, бір басқаша өмір сүресің ғой жерде. Сол сияқты төменгі астралдар бар. Тозақ дейікші, 12-12. Ең төменгі тозақтың үстінде бізде Түркістан орналасқан. Былай деп айтылған ғалам жиналысында осыдан 3 жыл бұрын. Ең мықты деген, ең қасиетті деген жерлер тозақтың үстінде орналасқан дейді. Төменгі астралдың жоғарында орналасқан. Ол Түркістан бірінші кезекте тұр. Оның астында өте үлкен қылмыс жасаған жандар жатыр. Ол Стамбул,
Сол себепті ол жердің адамдарын азғырмаңдар, жазғырмаңдар. Ол адамдар жаңағы оянбайды, қылмыс көп болады. Себебі төменгі астрал все-таки тозақ әсерін беріп тұрады деп айтты. Не үшін жаңағы қасиетті жерлер ондай тозақтың үстінде орналасқан деп мен сұраған кезде, себебі переход уақытында ол жерлер бірінші жарқырайды. Ол жерлердің киесі артады. Сол жер бірінші оянады деп айтты. Енді түсініп жатырмын, достар. Қазір өте қызық информация айтамын. Түсініп жатсыздар ғой, общем, түсініп алыңыздар жақсылап. Все естіліп тұр ғой. Ары қарай жалғастыра беремін. Өткенде мен соңғы эфирімді білесіздер, өте үлкен жаңағы энергиямен болды. Түркістан сапары туралы болды. Ол жерде 3 есіктің ашылғанын және міндетті түрде өзіміз Атыраудан шаршап келсек те бар деп сөйтті да, неге? Түркістанға өте үлкен жұмыс жүреді жаңағыдай. Есік ашылу керек. Абсолюттан өте жарық энергия келатыр, жер анамен бірігу керек. Ортасында есік тұр, ол Түркістанда деп айтты. И түнімен жаңағыдай жұмыс жүрді, мен полемда бір кілттерді жүктеп жатты, тонкий қабатта. Сол жаққа барған кезде жаңағы ашылу керек есіктерді. Алдыңғы эфирді көрсеңіздер болады, қандай есіктер ашылды. Бір точкасы Арыстан бабтың басында тұр, бір точкасы Қожа Ахмет Яссауи, біреуінде Гаухар ана. Осы үшеуі қосылған кезде ана жер прям жарқ етті да. И өте ыстық болды ана жерде, өте ыстық. Дала бар ғой, 56 градус шығар. Көлеңке жоқ ана жерде ше. Келе жатыр. И ананда бүйтіп басым айналып бара жатыр. Өмірімде терлемеген терлеп жатыр. Қазір түсіндім. Как будто тозақпен жүрміз да, бізді тозақтың уатын сезін депті. И ана жерде бүйтіп кейін есіме түседі, пазлдарды құрастырып болсам, асты тозақтың ең төменгі қабаты екен. Оның астында, мысалы, жобадан өткен адамдар, сіздер сұрауларыңыз мүмкін, бұрын мен жобадан өттім, төменгі астралдағы менің жандарым шығып еді ғой деп сұрауыңыз мүмкін. Тозақтың өзі, төменгі астралдың өзі бірнеше қабаттан тұрады. Сол ең төменгі қабаты, оказывается, Түркістанның астында орналасқан екен. Сол күні соның есігі ашылады ғой. Соның есігі ашылған кезде енді не болады? Қараңыз. Автоматом бізге мынаяқтан уже тонкий планнан бір күштер келіп тұрады. Сендер кімсіңдер десек, біз ғалам сотының өкілдеріміз дейді. Біз өзіміздің адамымызды әкелеміз дейді. Ғалам соты дегеніміз, біз қиямет күні әділ таразыларды қоямыз. Ешбір жанға ешқандай әділетсіздік жасалмайды. Жаңағына жазылғаным бар, бірақ көрінбей тұр. Махшар сотында, ақыр заман болғанда махшар соты болады. Сол кезде жаңағы амал дәптерлерін талдарың алып келеміз, әділ таразы болады, кімнің не істегенін көрсетеміз деп жазған Құранда. Қазір соның болып жатқанын сіздерге дәлелдеймін. Түркістаннан келгеннен кейін эфир өткіздік, білесіздер. И сразу адамдар келеді да. Адамдар келіп, мынандай астральный телосын ашса, бүкіл органдары байланып тұр да. Жіппен ше, көрінбейтін жіп қой ол. Біз оны түсінбейміз де, дәрі ішеміз, бірақ ол жіп үзілмейді. Дәрі ішкеннен жаңа адамның жазылмай ауыра беретін себебі сол. Сонда сразу ғалам соты келді. Қолдарында осындай кітап. Мынандай несі бар, галочкамен ұстап тұр. Сосын біз сұрап жатыр. Бізге айтады, тез, осылайша. Біз түсінбейміз, не асық тұрып тұр, мынандай неңмен нұқып тұрады, тонкий планда, бол деп тұрады ше. Неге асықтырып жатсыңдар деп, кімсіңдер десек, біз ғалам сотынан келдік. Мысалы, Базаргүл ханымына келді ма бізге? И мына кісінің полный өмірі бар, қолдарында списігі. И мына жерде, мынау жердің төменгі астралы тозақ дейікші. Тозақ. И осылай айтады. Міне Базаргүлдің тозақтан 51 жаны шығу керек. Бол дес, бол деп. Сосын келесі сөйтіп галочка қойып. Сосын сұраймын ғой. 51 жаны не істеді? 51 жаны мінекей. 300 адамды өлтірді. Жерге келген жаңағы 5000 өмірінің ішіндегі 51 өмірі тозақта жатыр. Ол 300 адамды өлтірген серийный маньяк болған дейді. Бағана басында айттым, кәрі рухтар жерге келіп ең сочный рөлдерді ойнап шықты. Қылмыстың бәрін кәрі рухтар бірінші жасады. Жерді ауырлату керек болды. Не үшін болып жатыр? Кәрі рухтарға берілген тапсырма жердің тозағын толтырыңдар деді. Ал қазіргі тапсырма сіздерге тозақты босатыңдар деп тұр. Кім кімді өлтірді, жандарын көтеріңдер деп тұр. Өздерін босатып, жерді көтеріңдер, жоғарыға келесі өлшемге өткізіңдер деген сіздерге тапсырма беріліп тұр. Осыны жақсылап түсініп алыңыздар, себебі бұл бәріңізде болатын процесс. Бәріңіз ешкім ешқайда қашып кете алмайды. Бұл ақыр заман, бұл переход, бұл махшар сәті, махшар соты и кәдімгі ғалам сотынан верховный. Каждый адамның қасына уже жіберіп жатыр күштерді. И сіздің қасыңызда уже тұр бүйтіп.
так қанша адамның қаны тұр, шығару керек деп сөйтіп тұр. Енді қараңыз, біз айтамыз ғой, жаңағы қасиет қысты дейміз ғой. Мысалы, мына адам осы өмірге келді, иә, мысалы, Базаргүл ханым келді. Мынау сферасы. И бұл кісінің сферасында переход уақытында осы келген кезде уже мынандай шуылдап душалар жүр. 300 душа жүр. Ол кімдер? Жаңағы өзінің тозақтағы 51 жаны, өткен өміріндегі 51 жаны өлтірген адамдарының жаны осы өмірде уже біздің сферамызда бірге туылады. Бұрын айтушы да білесіз ба, ақыр заман болғанда адам өмірге келеді ғой, сол кезде бұрын кімді өлтірді, соның жаны бірге туылады деп айтады. Мен кішкентай кезімде всегда елестетіп отыратынмын, бір адамның мойнынан бір адам шығып жүрген, сондай нені символически солай елестетіп отыратынмын. Бір адамның басы ар жағынан тағы бас шыға ма деп. Оказывается, ол ойым бекер емес екен. Қазір көрсетіп жатыр. Міне, сіз тұрсыз, иә, мысалы, мынау Әйгерім ойлап жатыр осыған дейін, мені қасиет қысып жүр дейді. На самом деле бізді қасиет емес. На самом деле бізді өткен өмірлерде өлтірген жандарымыздың, жаңа адамдарымыздың жаны қысып жүреді. Осыны түсіндік қой, ема дедік қой, 12-21 рас екен. Ғалам соты көрсетіп тұр да, бұл біз үшін жаңалық болды. Мен всегда ойлайтын қасиет қысады деп. Қасиеттен бұрын біздің сферамыздағы мынау өткен өмірлерімізде өлтірген адамдарымыздың жаны қысады екен. Былтыр ғалам жиналысы болған, сол кезде дайындап жатты да бір күштерді. Бұлар кімдер деп сұрағанымызда, бұл ғалам сотының өкілдері, сендерге көмекке алдағы уақытта жерге түседі деп айтқан. Сол ғалам соты қазір біздің қасымызда тұр, және бәрінің қолында список бар. И бүйтеді қара. Мысалы, Базаргүл келді, иә? Айтады, көрсетеді сразу. Тозақтағы 51 жанын қарашы дейді. Яғни Базаргүлдің бұрынғы өмірлері тұр, батпақтап бүйтіп, батыпшы. И олар шығу керек, рухына қосты дейді. 51 жанның не істеген, бүйтіп картинаны ашады да көрсетеді. Андай адамды аяусыз өлтірген, жаңағыдай құрбандық шалған. В общем, кәрі рухтар бірінші жерге түскенде былықтырғансыздар ғой, істемегенді істегенсіздер. Енді ол тапсырма сондай ол. Бірақ любой нәрсенің аяғы бар, любой нәрсені шығару керек, тазару керек. Ничего страшного, мынау артын тазартып жатсыздар. Сөйтеді да резко шығартады төменгі астралдан. Базаргүл ханымның 51 душасы көтеріліп кетеді. Рухына қосылған кезде мына жатқан адам прям жанады ғой, үлкен болып кетеді. И мынандай сферасын көресіз. Сферасында жаңағыдай сол 51 өмірінде 300 адамды өлтірді ма, солардың жаны ақысын сұрап тұрады бүйтіп. Сосын бұл кісі айтады, енді ол өмірлік сабағымыз, түсіндіріп айтады да, өткен өмірде енді осылай келісіп келдік. Енді алдағы уақытта мына 51 өмірінде мына 300 адамды өлтірді ғой, бұлардың арасында келісім бар. Бұл 300 адам енді Базаргүл ханымға осы тірі өлшемде алдына келеді. Сендер алдыма келген кезде енді бұрынғы қателікті істемеймін, жарыққа жетелеймін, мен сендерді Құдайға жіберем деп, бүйтіп жаратушының алдында уәделеріңізді алады. И мыналардың барлығын бүйтіп ғалам сотынан үлкен былай есік ашады да, фук еткізіп өткізіп жібереді. Сіздің шулап жүрген сфераңыздағы жандар уже босайды. Не болды мына Базаргүл ханымға? Ментальный телосын тазартып жатыр, жанын оятып жатыр, миының кодтарын өзгертіп жатыр. Сферасындағы жаңағыдай өзі өлтірген адамдардың жанын шығарды. Тазарып жатыр ғой. Не істейді? Мына әрбір жаңағыдай органдарында байланып тұрған жіптер босайды. Фук босаған кезде, енді қараңыздар, жаңағы астралдағы жандарыңыз шыққан кезде, мына осы өмірдегі қасиет оянады адамдар, мощность оянады. Мына сфера тазарады, жан оянады, бүкіл органдағы көрінбейтін жіптердің бәрі үзіліп, абсолюттың энергиясы бүкіл органға кетеді. Как будто анандай көрсетеді, ескі машина неше жыл шаң басып тұр да, ананың алып автомойкаға моторын жуасың ғой, адамдар органдары бар ғой, мына өзінің өлтірген жандарын сферасынан шығарған кезде кәдімгідей тазарады, жап-жарық энергия бүкіл органдарына кетеді. Сол сияқты көрсетеді әркімде әрқалай. Ол енді өткен өмірлерін жеке энергетикада көрсетеді, ал оптың алдағы уақытта өткізеді ғой осы нәрселерді. Ол кезде чисто мына сфераларындағы өздері өлтірген жандарды босатамыз деп тұр. Енді босатқаннан кейін не болады сіздерде? Сіз уже жарқырайсыз ғой.
Сізде бұрынғы жаңағыдай андай бойыңызда темный тригоның энергиясы жоқ, қарин жоқ, жаныңыз түнелде жатқан жоқ, жаныңыз уже жарқырап тұр. Сіз уже мынандай жаратушының уже жарық нұрысыз, Wi-Fi-сіз. Өткен өмірлерде жаңағы кімге қиындық әкелдіңіз, кімді аяусыз өлтірдіңіз, осы өмірде алдыңызға келеді. Сіз соларды жетелейсіз. Алдағы уақытта жұмыс осылай жүреді. Мынандай болып тұр ғой. Былай ғой. Мынандай. Осындай болып тұр да. Сіз тұрсыз. И уже мына уақыт өлшемінен жоғары қарай абсолюттің кеңістігіне өтейік қазір ойша. И сіз осылай қарап тұрсыз. Қарап тұрсыз да, бүкіл оқиға одновременно өріп болып жатыр. Мына жерде жердің жаңа пайда болған кезі, жердің сізге алғаш түскен кезіңіз. И сол кезде сіз уже келісесіз мына жерде. Бір 300 душамен келісіп аласыз. Так, мен жерге барғасын сендерді өлтіремін, қинаймын, зорлаймын. Зато мен төменгі астралды толтырам, жерді ауырлатам. Мен жаратушының осындай тапсырмасын орындаймын. Ал енді мына өлшемді қара дейді. Сендер 300-ің маған кездесесіңдер. Мен сендерді емдеймін, қасиеттеріңді ашамын. Мен сендерді жарыққа жетелеймін, көздеріңді ашамын. Зато мына жақта төмен түсірем, мына жақтан шығарам. Мына төменгі астралдағы жан шыққан кезде сіздің рухыңыз жарқырап, уже жайнап кетесіз. Мен баяғыда басында жоба жасап жүрген кезде, ана төменгі астралды ашқан кезде, ойбай деп отыратым. Адам жеген, адам өлтірген жандарын көрсетеді ғой. Мына жақта лоқсып, құдағай төменгі астрал ашылмаса екен деп отыратын едім. Қазір түсіндім, оказывается, адам неғұрлым өткен өмірлерінде көп қылмыс жасап, төменгі астралды толтырған болса, ол соншалықты мықты рух екен. Ол соншалықты жаңа дәуірде өте осознанный, адамдарға өте пайдасы тиетін рух болып шығады екен. Вот кәрі рухтардың миссиясы сол. Поэтому оларды первопроходцы деп атайды. Поэтому оларды бірінші оятып, түсіндіріп жатыр. Бізде әлі түсіндіру сабағы болып жатыр. Жұмысқа енді кірісесіңдер деп жатыр. Осыған дейін бізді осы біліммен түсіндіріп келді, бір-бірімізді соқты, тәрбиеледі, әлі тәрбиеден өтіп жатырық біздер. И әлі тазартып жатырық. Енді мына жақпен жүреді дейді да жұмыс. Төмен жақта уже жаймен тазартып жатсыңдар дейді. Көріп жатсыздар ғой, мынау жұмыс барысында қандай ілімдер уже беріліп жатыр. Түсіндіңіздер, иә, астрал дене тазарады. Алдағы уақытта ем только осылай жүреді дейді. Только осылай. И мына адам бәріңізде төмендегі астрал шығайын деп тұр дейді. Өткендегі біз Түркістанға барған кезде төменгі астралдың есігі ашылған екен, оказывается. Уже барлық адам тозақтағы жандарын шығару керек дейді. И бұл төменгі астрал өте болезненно шығады. Кәдімгі адамды жатқызып тастайды. Ауырғанда шыдатпайтын ауруы, кәдімгідей ішіне пышақ сұққан сияқты, орнынан қозғаламай қаласың да. И врачқа барасың, көмектесе алмайды намырзаман, ештеңке таппайды. Дәрілері ештеңеге әсер етпейді. И осыны мына жанды шығарасың ғой, мына сфераңда шуылдаған адамдар ғой жаңағыдай. Өзің қылмыс жасап өлтірген. Мыналардың бәрі шығып кеткен кезде кайф болып қаласың ғой, кайф болып қаласың. Мына нәрсе дайын болыңыздар, қосылады деп тұр. Төменгі астралдағы жандар әркім өз шығарады деп тұр. Поэтому оптым жасайсыңдар дейді мынандай онлайн. Так, келесі кеттік. 4-ші. Жұмыс бізде немен жүреді? Матка, жадыр. Жадыр. Матка. Матка мынандай болып тұр. Біздің миымыз бұған дейін әрі кетсе гений болған өмірімізде 10% істеген шығар. Бірақ біздің жердегі өмірімізде ешқашан адамның миы 100% жұмыс істемеген. Егер адамның миы 100% жұмыс істейтін болса, Люси деген кинодағыдай абсолют болып кетеді. Егер сендердің миларың 100% жұмыс істесе, ми осындай дейді. Ал бірақ матка мынандай. Матка мидан да көп, мидан да үлкен. Матканың құдіреті мощный. Матка туралы ілімді білмейсіңдер дейді. 0,1% білесіңдер дейді. Матканың 200-ден аса каналы бар. 3D матрицада, бірақ бұл каналдардың бәрін бұтқа тығып тастаған.
әйел болуың керек, бала тууың керек, күйеуіңе қарауың керек, ата-енеңе ие болуың керек, жұмыс істеуің керек, ертеңгі жеңің жинаулы болу керек, үйің таза болу керек, бала тууың керек, жұмыс істеуің, анау мынау, в общем, мынандай бұтқа тығып тастағанда бір-ақ каналды қалдырған ол бала туу. Осылай. Жатыр туралы ілім ол алдағы уақытта ашылатын білім дейді. Енді қалай көрсетеді бізге? Жатыр ол бөлек әлем екен, оказывается. Адам вообще қызық, адамды зерттеген сайын. Адамның миы ол бөлек өлшем. Адамның жаны бөлек өлшем. Әйелдің маткасы ол вообще бөлек болып тұрады. Бұл тек қана әйелдің емес, еркектің де маткасы бар, тонкий планда. Еркектің жаңағыдай жыныс мүшесі бар ғой енді, оның да бүйтіп матка қылып көрсетеді. Оның өзінің установкасы бар. Матканың өзінің, білмеймін, вообще басқаша да матка. Кәдімгі бөлек өзі өмір сүріп жатыр. Матканы бүйтіп ашып қалса, өте бір үлкен, мынандай бір өлшем ашылады да. Ана әйелдердің маткасын ұстайсың ғой, сол кезде үлкен ғалам кітапханасы ашылады. Кітап алып келеді, амал кітабы. Мына адамның. Ол кітапта сіздің жерге келген бүкіл 4000-5000 өміріңізде мына сексуальный энергия, жатырды, жалпы бірінші, екінші чакраны қалай қолданды, қалай өмір сүрді. Бұл да жаңағыдай ғалам сотының өкілдері сияқты матканың өзінің мынандай амал кітабы бар екен. Көрсетеді сразу. Анандай айттым ғой, ол өзінше бір сіздің қасыңыздағы өзінің установкасы, өзінің жаны бар нәрсе деп елестетіңіз матканы. Ана Умай деген жобада сіздерге үйретті ғой, жатырыңмен кеңесіп отыр. Күйеуіңмен жақындасқан кезде жатырыңнан рұқсат сұрап отыр. Күйеуіңмен жақындасатын кезде поле аш. Үлкен жұмыртқа сияқты аураны ашып, ойша күйеуің екеуіңді сол жерге салып қойыңдар. Жақындасып болғаннан кейін ана полені жауып, жатырыңа қайтадан жүктеп қой дейді. Өте дұрыс екен сол үшін. Өйткені адамдардың, әйелдердің жатырын бүйтіп ашып қалсаң, картотека ашылады, бүкіл өмір тұрады. Не істеген? Көбінесе әйелдердің жатыры былай теріс қарап тұрады. Вообще связь жоқ, байланыс жоқ, осылай тұрады. Енді қараңыздар, көз алдарыңызға елестетіңіздер, адамның тонкий планда қалай көрінеді. Миы шектеулі, байлық болған. Жаны туннельде отыр, тас басып алған. Біреуінікі аңырайып отыр, қуыс кеуде. Оған жаңағыдай елдің назарын, инстаграмдағы жылтырақ өмірін, байлығын көрсетіп өліп отыр, бірақ мұны толмайды. Жан вообще бір бөлек жақта жүр. Органдардың бәрі жіппен байланып қалған. Ол қарасаң, өткен өмірлерінен бүйтіп байланып тұр. Жатыр осылай тұр, теріс қарап. Ал ататик пен анатиктен энергия оң аяқ, сол аяқтан келеді ғой. Оказывается, мына жақтан, әке жақтан, мына жақтан, ана жақ линиядан энергия келген кезде, всегда маткадан олар рұқсат сұрайды екен. Можно мен Базаргүлдің жанында жүрем. Энергиялық тұрғыда полный циркуляция можно болады деп рұқсат алған кезде, матка егер былай теріс қарап тұрса, энергия, циркуляция қиын екен жүру. Сол себепті бұған дейінгі өмірлерімізде жаңағы аруақтардың не могли достучаться дейтіні сол. Дұрыс байланыс алмаған. Мына жатырда ол жатыр жаңағы сіздің душаңыз сияқты ғой, осы өмірдегі душаңыз, карма анау-мынау түсінбейді деген сияқты ғой. Кейбір жатырлар көрсетеді сразу келген кезде мына елді. Бұл дейді, 20 өмірінде 15-17 бала туды. Бала туып жатып өле берді. Мына өмір, мына тело, жатыр Құдайдан бұған аманат қылып берді. Бірақ бұл еркектерге отказ бере алмай, бала туып өле берді. Баланың обалына қалды. Сол себепті мен теріс қарап тұрмын деп айтады. Жатыр сөйлейді еще. Ана қарасаңыз, әйелдің жатырының сферасында сол кезде өліп қалған балалар бәрі тұрады. Сондықтан кәрі рухтардың әйелдері жаңағы ер адам күйеуімен жақындасқанда холодный болатыны сондықтан. Өйткені жатыр жібермей тұрады. Мына жақта травма болды. Сол себепті жатырды блокқа қойып қойған. Біз оны искусственно жаңағыда неше түрлі курстармен качать етіп жатырмыз, ол жатырға вообще ұнамайды. Ұнамайды маған, жасанды нәрсе, өтірік нәрсе деп тұрады. Жатыр сөйлейді кәдімгідей. Ол жатыр мидан да үлкен, абыз ана сияқты болып тұрады даже.
И оның есігі қаяқта тұр? Ана кезінде көрсеттім ғой, абсолют жаратушының қасында божественная мать деген тұр ғой. Кәдімгідей мына жіп сол жақпен байланысты болып тұрады. Естеріңізге сақтаңыздар, сексуальный энергия мен творческий энергия екеуі бір энергия. И адам айтады ғой, еркектің бір бас істесе, екінші бас істемейді дейді ғой. И сол өте дұрыс айтылған сөз. Себебі ми, ақыл, ол бөлек өмір сүріп жатады. Мына жақ бөлек өмір сүріп жатады. Егер сен осознанный болсаң, сен түсінсең, мен не қалаймын? Мен музыкант болуым керек. Мен вот это я люблю деп жеңіп шықсаң, ал сен оны жеңбей, әке-шешең азаннан кешке дейін ызыңдап дәрігер бол, немесе жаңағы мұғалім бол деп сені басқа жолға итеріп жіберетін болса, сенің ішінде не келіп тұр? Абсолюттан творческий энергия келіп тұр. Творческий энергия, сексуальный энергия 360 өлшемнен кәдімгі сарқырама сияқты келеді. Адам өз-өзін управлять ете алмай қалады. Яғни сен өз орнында болмаған кезде сексуальный энергия, творческий энергия шықпаса, сексуальный энергияға кетіп қалады. И сол кезде адам өз-өзін управлять ете алмай қалады. Еркектің мына бас істемей қалды ғой, мына бас істеп кетеді да, ол педофил болып кетеді, ол қатын құмар болып кетеді, өзін управлять ете алмай қалады. Әйел адам мына жақта келіп тұрған энергияны управлять ете алмаса, не қалайтынын, жанның қалауын түсінбесе, бешеный матқа айналып кетеді. То есть екеуі бір энергия. 3D матрицада енді бізді шектей берді ғой. Көп адамның жаңағыдай әйел зорлап, жаңағыдай көп әйел әр еркекпен жатып, өліп кетіп, бала туып, кармаға кіріп кеткендері 3D матрицада творческий энергияны управлять ете алмағаннан. Жаңағыдай бала зорлап, үйтіп түсіп жатады ғой, нелерші адамдар. И соларды негізі жаңағыдай творческий энергияны өзі басқара алмағандар. Енді бұл жерде карма да бар. Негізінен айтып тұрмын да, жаңағы неге қатын құмар болып кетеді, неге еркек құмар болып кетеді әйел деп сұрайсыздар ғой, неге бешеный матка болып кетеді деп. Сонда оказывается сондай дисбаланс екен. Мына жақ істеу керек, мына жақ істеу керек, сонда барлығы дұрыс болады. И бұл жерде сразу келеді, мына жатырдағы бүкіл өмірін көрсетеді. Мына адам, келген адам уже осознавать ету керек. Все понятно. Мен жатырыммен бірігуім керек. Жатырдан кешірім сұрайды. Істеген істер үшін, өткен өмірлерде жауапкершілік ала алмаған үшін, өмір үшін, жаңағыдай қайта баласын тастап кеткен үшін, немесе бала туып жатып өліп кеткен үшін, жеңіл жүрісті болған үшін, немесе мына әйел еркек болған өмірінде көп әйелді зорлаған үшін, еркектерге де айтып жатады, сен осылай істедің деп. Соның бәрін кешірім сұрап, мына бірінші, екінші чакра жатыр жүрекпен бірігеді. Сол кезде мына жатыр жарқырайды күшті болып. Жарқыраған кезде резко ата тектен оң аяқтан, сол аяқтан ана тектен энергия келіп, адам қанат өсіп кетеді ғой өстіп. Сразу өсіп кететін адам. Мына жағы жарқырап. То есть көрдіңіз ба, 3D матрицада бит барлық жақтан поляқ саған, яғни қайтадан түк еткізіп қалпына келтіріп жатыр. Енді ата тектің энергиясында көреміз, кейбір адамдар болады, ата тегі ренжіп тұрады жаңағы. Осы текте келгенде бұрын қасиетті дұрыс пайдаланбаған, магияға пайдаланып жіберген. Осы өмірде ата тегі, ана тегі несін алады, уәдесін алады, что қасиет келген кезде эгом ойнамайды, қасиет беретін болсаңдар, бұрынғыдай жаңа қателік жасамайын, теріс пайдаланбайын деген сияқты уәдені алады. То есть қазір қандай процестер жүріп жатыр? Ми мен жүректі біріктіріп жатыр, жан мен жүректі біріктіріп жатыр, бүкіл адамның ішкі органдарын жүрегімен біріктіріп жатыр. Жатырды бірінші, екінші қуат көзін жүрекпен біріктіріп жатыр. Сонда жерден келетін энергия, ата тектен келетін энергия толық бүйтіп циркуляция жасалады. Мына адам мынандай кішкентай болып кіреді да мына жақтан. Как будто мектепке кіресің ғой, тардай болып кіресіз да, таудай болып шығасыз. Мына жерден шыққан кезде уже адам жап-жарық болып, артында бүйтіп ата тегі, оның үстінде жаңағыдай. Бір адамдардың артында Сириустар жүреді, бір адамдардың артында Плеяда жүреді, бірақ өркениеттердің өзінің арасында қазір переход болып жатыр. Мысалы, Базаргүл ханымды алып келдік та, осыған дейін Базаргүл ханымды осы өмірінде Сириустар жетелеп жүреді. И дайын дейді да, қолдарын алысады да, Базаргүлді жаңағыдай Плеядаға береді. Ары қарай біз жетелейміз дейді. То есть осыған дейін сіздер мысалы пробуждение этапында жүрдіңіздер ғой, білім алдыңыздар, жаңа эмоциональный шайқалып жатсыздар, эмоцияны түсініп жатсыздар, әр ситуацияның мәнін түсініп жатсыздар, карманы түсініп жатсыздар. Енді жан оянғаннан кейін іске кірісу керек деп тұр да, ол кезде уже Плеяда сізбен жұмыс жасайды. Яғни өркениеттердің өзі бүйтіп этап-этаппен тұр, и барлық өлшемде осындай переходтар болып жатыр. Уақыт өте тығыз болып тұр, энергетическаны білмеймін қашанға қоюға болады. В общем, жазам.
может 1 сағат уақыт тауып алдағы аптада 1 рет өткізу керек па, бірақ ол онлайн болады, 30-дай адам болады. Вот солай, бүгінгі тақырып осы, түсіндіңіздер ғой? Вот осындай керемет құралдар беріліп жатыр. Енді алдағы уақытта сіздермен уже теломен жұмыс жасаймыз дейді. Үлкен жобалар келе жатыр. Осындай неде көп адаммен жұмыс бірақ жүрек дейді. Архангел Жебрейіл, Михаил, Уриэл қосылды. 3-ші. Олар өзіміз өткіземіз дейді, поле арқылы. Уже пісімлясын бастап кетті, үйретіп жатыр сіздерді. Кеше Мұхаббат ханым Айнұр арқылы эфирге шықтыңыздар ғой. Сондай полемен жұмыс жасаймыз дейді. Чистка қанша теңге болады дейді. Чистканы білмеймін даже, сұрау керек. В общем, түсіндір деді, түсіндірдім. Топтық тазартуды тез деп айтатын сияқты, тез деп білмеймін әйтеуір. Ғалам сотынан асығыс бәрі. Адамдардың полясынан тез шығару керек па, мына қауіптен алуымыз керек дейді. Білмеймін, бір жарықты көрсетеді. Или ол жарық жақындағанша жаңағы қарин деген контракттар ету керек па. В общем, осындай нәрсені айтты. Энергочистка онлайн платно болатын шығар. Енді құрсын мына жұмыстың бәрі бесплатно болмайды. Бесплатно деген нәрсе дұрыс емес қой. Ол бесплатно деген ол бір нәрсені өтейсіз да, ол ертеңгі күні. Өткенде бір кісі келіп, жағдайы жоқ екен, енді қош құрсын деп ақшасын алмасақ, шыға сала телефон жоғалтып алыпты. Ой, елки. Көрдіңіз ба? Бір нәрсе алды ма, мынаяқтан ғаламнан бір нәрсе береді. Всегда сондай екен. Ал бер деген ғалам заң екен. Ана неде трек деп помните айтып еді ғой, өздеріңізді қуантып, жаңағыдай керемет бір зат алыңыздар деп айтты ғой. Сол сияқты всегда жерде бір нәрсемен закреплять етеді. Өте қуаныштымын, жылап та алдым дейді. Самый главный түсінсеңіздер болды. Жатырды қалай тазалайды, техникалары бар ма? Жатырды энергочистка кезінде жоғарғы күштер өздері тазалайды. Маған бүгін сізге бар деп отыр дейді. Бүгін мен қабылдай алмаймын. Бүгінгі тапсырма только осы дейді. Сосын мынандай ғой, нені ұмытып бара жатырмын. Адамның омыртқасы бар ғой. Омыртқада не жабысып тұрады? Омыртқада 33 омыртқада сіздің жерге келген өмірлеріңізде өлтірген адамдар бар ғой, өзіңіз өлтірген адамдар. Солар мына омыртқада жабысып тұрады екен. Кәдімгі сағыз сияқты. Мысалы, бүкіл өміріңізде 200 адам өлтірсеңіз, сағыз сияқты жабысып тұрады. Яғни полиядан тазалайды ғой сіздің сфераңыздан. Аналарды жұлып тастайды, кәдімгі сағыз сияқты нәрселерді. И олар жап-жарық көбелек болып ұшып бара жатады. Жап-жарық көбелек болып жан-жаққа ұшып бара жатады. Бұлар қайда ұшып бара жатыр деп сұрасақ, бұлар дейді, мына адам, мысалы, жаңа 200 адамды өлтірді ғой. Ана көбелектер алда, наоборот, осы өмірде сен көмек беру керек адам болып кездеседі екен. Жатырдан уже жап-жарық энергия болып шығады ары қарай. И то есть не емес екен ғой, адам-адамға бекер кездесіп жатқан жоқ, и бекер кездеспейді. Алдағы уақытта ашылатын адамдар көп, проводниктер көп болады. Сіздерге өтініп сұраймын, әрқайсыңыздың нелеріңіз бар, жолдарыңыз бар, әркімнің өзінің контрактный адамдары бар. Сіздер бұрынғы өмірлеріңізде зиян келтірген адамдарыңызға осы алдағы өмірде, алдағы уақытта көмек бересіздер. Сондықтан ананың қасиеті былай ашылды, мынаның несі былай ашылды деп бір-біріңізден өйтіп неғылмаңыздар, жолдарыңызда тұрмаңыздар. Қайда бәріміз бір мақсатымыз бір ғой енді. Қалайда жарыққа көтерілу, жаңа дәуірге өту, бойымызды тазарту. Бұл жерде ешқандай адамды төменге тартатын ештеңе айтылып жатқан жоқ. Ең бастысы бәріміз біріміз, осыны түсіну керек. Кәдімгідей медицинада әр маман болады, біреу уролог, біреу гинеколог, біреу стоматолог сияқты. Әрқайсыңыздың өз орындарыңыз, өз істейтін істеріңіз бар. Алдарыңызда кездесу керек адамдар бар. Сосын міндетті түрде бұл чисткадан өткеннен кейін мен кезінде өлтірген адамдарыма қалай көмектесем, мен бір нәрсе оқып емші болуым керек па деп ойламаңыздар. Олар даже сіз автобуста отырған кезде жаныңызда жүреді дейді. Сол себепті алдағы уақытта жылы сөйлеңіз дейді. Жылы қабақтаныңыз, жарқырап жүріңіз дейді. Мына жарықты таратыңдар деп тұр. Жаңағы 300 өмірде адамды өлтіріп қойдыңыз ғой, ол сфераңыздан ғалам соты шығарды ғой. Ол сіздің алдағы уақытта
мұғалім болуыңыз мүмкін. Алдыңызда отырған оқушылар солар. Бізге соңғы кезде өте көп адаммен жұмыс істейтін адамдар да келіп жатыр. Жаңағы ЛРТ-да билет сатады, біреуі апорттың кіреберісінде тұрады, біреуі жаңа халық банкте, біреуі сонда жұмыс істейді, біреуі блогер, біреуі әнші деген сияқты. То есть осылай жарқыратып жатыр, чтобы жарық энергияны жан-жаққа тарату үшін. Алдағы уақытта жұмыс осылай жүреді. Жарық энергия бір-біріне тарайды деп тұр. Бірақ әркім өзінің төменгі астралға түскен душасын өзі шығарады, және сол арқылы сферасын босатады, және жаңағы адамдар кездескен кезде солай жарық таратады деп тұр. Кәдімгі бір сетевой маркетинг сияқты ғой. Так, түсінікті ғой, кішкене бастарыңыз ауырып кеткен шығар, бірақ өтініш, эфирді түсінбесеңіздер тағы түсініп алыңыздар. Мен ана жерде көрсеттім, соңғы жазуды ұмытып кетіппін. Бірінші, ескі контракт сіздің темный өлшемде, темный деп айтпа дейді, темный өлшемдегі сізді тәрбиелеуге келген ырзақ өлшеміндегі контрактный қариндерді шығарасыз, ескі контракт. Екіншісі, ментальный тело тазарады, мидың кодтары өзгереді, душа жарыққа шығады, жан жарыққа шығады, астрал тәніңіз, сфераңызда өзіңіздің жаңағыдай сфераңызда байланып тұрған өткен өмірлеріңіздің шешіледі, органдарыңыз босайды. Одан кейін төменгі астралдан қиналып тұрған, қылмыс жасаған жандарыңыз шығады. Сол кезде өлтірген жандар сфераңызды босатады. Төртінші этап ол жатыр, матка. Маткадан кейін ататек, анатек. Осындай 6 бөлімге бөлінетін нәрсе жасалады. Чисткаға білмеймін кімдер баратынын, бір 30-дай адам сияқты ғой. Переход 28 тамызда ма өте алмағандар өле ма дейді. Осындай нәрсені, кішкене инфантильный нәрсені, санамен айтылатын нәрсе ғой, енді өтеді или өледі дегенше, бұл жерде әркімнің өзінің таңдауы бар. Осы тақырыптарды түсініп, қабылдап, ғажап қой мына болып жатқан нәрсе. Керемет қой. Мына уақытта өмірге келгенге адам қуану керек. Шын қуанып, шын жүректен алғыс айтып, рахмет айтып, ағымға сай болыңдар дейді, абсолют айтады. Ағымға сай болыңдар. Мысалы, осыдан 3 жыл бұрынғы эфирімде айтылған нәрсемен менің қазіргі эфирімде айтылған нәрсе сай келмеуі мүмкін. И это нормально, потому что менің санам бөлек болды ол кезде. Менде агрессия болды, менде эго болды деген сияқты, соның жетегінде болдым. Ағымға сай болсаң, ілім өте береді саған. Ағымға сай болсаң, сені жарық күштері өздері жетелейді. Ағымға сай болсаң, жаның жарқырайды. Жаның жарқырағанда жолың ашық. Жолың ашық болғасын, сүйікті ісің уже спокойно тауып аласың. Сүйікті ісіңмен айналысқасын, сенде ақша да болады. Сен жарқырағанда абсолюттан энергия әйелге келеді. Күйеуі әйелден алады. Әйел өзі шайқалып тұрғанда күйеуі де шайқалады, зеркалит етеді. Сіз жарқырасаңыз, полеңізде балалар тұр, күйеуіңіз тұр. Сол себепті әйелдерді бірінші оятып жатыр. И сіздер жаңа дәуірдің жарық балаларын өмірге алып келетін, әлде алып келесіздер, анасыздар. Сіздерді көбінесе оятып жатқан сфераңызда тұрған болашақ балаларыңыздың жаны. Немесе кейін келген альфа-бета балалардың душалары сізді оятып жатқан. Бір ұйықтап қалдым дейді, әпесем тыңдап отыр едім дейді. 70-ге келіп қалған апаларыңда чистка жасауға бола ма? Жанат қызымды жиі тыңдаймын, бірақ көп түсіне қоймаймын дейді. Білмеймін. Оны білмедім, шынымды айтайын. Әркімде әрқалай, кейбір адамдарға көтермейді деп үлкен кісілердің тек қана жанымен жұмыс жасайды. Сіздерге рахмет. Энергетическа қашан болды? Білмеймін, соны энергетическа бар ғой. Пятница ма? Ақтауға кетеміз. Наверное, вторникке ма бір пилоткасын қою керек қой деймін. В общем, сториске жазам. Рахмет сіздерге көп-көп. Эфирде абсолюттың энергиясы ашық болды жаратушының. 360 өлшем ашық болды деп жатыр. Херувимдар, серафимдар, архангелдар, пайғамбарлар бәрі жұмыс жасадық дейді. Өркениеттер жұмыс жасапты. Бойдағы қорқыныштар шығады дейді осы эфирден кейін. Ол қорқыныштар тізеден тартып ұстап тұрады дейді. Тәнде, бел, төмен жақ, омыртқа, тізе бәрімен жұмыс жүреді дейді. В общем, состояниелеріңізді бақылайсыздар, аяңға мән беріңіздер. Бір подсказкалар келіп жатса жазасыздар ғой. Ал эфирде көріскенше